Киноның басында Купер есімді бажарды өзінің қызын концертке апара жатады. Қарға есімді әнші стадионды жинап барлығына ән кешін өткізбекші болады. Сөйтсе қызы оның басты фанаткасы екен. Әкесіне түк қызық болмаса да қызы үшін барады да не істейді. Бірақ қараса жан-жағында толған полицейскийлер қаптап жүр. Батясы кішкене переживать ете бастайды да, неге бұлай көп болды, концертте бұлай қарамаушы еді ғой деген сияқты. Неге переживать етеді? Өйткені ол нағыз баскесер есерсоқ біреу. Үйінде кезекті бір құрбаны жәбірленушісін қамап қойған. Содан салып қалмас үшін мандраж жасайды ғой, конкретный. Әрине оның қызы, оның әйелі ешкім бұның ондай екенін білмейді. Сол себепті бұл жасырын түрде істейді да бұл тірлігінің бәрін. Неге ондай десеңдер, ол детский травмасы бар, мамасы елестей береді көзіне, кішкентай кезінен бір дұрыс тәрбие алмаған ғой. Өз кезегінде полицейскийлер барлық жерді тінтіп, қай жерде бұл маньяк жүргенін іздеп жүреді. Қарға бәрін біледі, өйткені оған ескертіп қойған. Концертінде 25 мың адам болады, оның 17% еркек, 10 минуттан әр еркекке уақыт бөлуге. Керемет идея кемпір Шерлок Холмстың миына келген. Естеймін деп жүрген кезде міндетті түрде осындай қара нәсілді персонаж болу керек. Ол тұрады да бүкіл информацияны жайып салады ғой оп-оңай. Типа бұл концерттің барлығы, полицейскийлердің барлығы ловушка үшін жасалғанын айтып береді. Оны ести сала Купер қалай табанын жалтыратсам екен деп ойластыра бастайды. Қызы түсінбегендіктен папа давай концерт көрейік, не істеп жатсың деп сұрай береді. Папасы болса өмір үшін күресіп жатыр, амалдарын іздей бастайды. Барлығын айтып берген ақымақты айналдыра бастайды. Өйткені ол натуре ақымақ. Аузы жабылмайтын болып шығады да, өте құпия сақталған ақпараттың барлығын айтып береді. Тіпті жұмысшылар ғана білетін секретный кодты да айтып береді. Атақты баскесердің фанаты болып шығады да, алдында тұрғанда шаруасы жоқ шақты да беріп қояды, сондай ақ көңіл жігіт та. Полицейскийлер болса одан да ақымақ, алдыларында жүрген күдіктіні жіберіп қоя береді, кофе ішкізіп қояды ғой даже. Сөйтіп Купер осындай ақымақтардың арасында шығып кетпесем білмеймін дейді да, смело жүреді ғой ары бері. Даже рациясын алып әңгімелерін тыңдап смело концертте тұрмен қоса бір тамақ жасайтын әйел зардап шегіп қалады. Майдың арасына стеклянный кока-кола тастап кеткен ғой Купер. Ал бұл қызға бәрібір де жарылғанша қарап тұрады, беті күйгенше. Сөйтіп қызының қасына қайтып келеді да, не болып жатқанын сұрайды. Оказывается, концерттің программасы бойынша қарға өзінің соңғы әнін өзінің жанкүйерімен орындайды екен, сондай шанс береді екен өзінің жанкүйерлеріне. Оны ести сала ұйымдастыра бастайды ғой, ар жағымен шығып кетудің амалын. Қызын сахнаға шығарып күдікті өзінен алшақтату үшін. Барады да сол жерде жүрген бір мужикке айтады: бауырым, осылай менің қызым рактан енді емделген еді, возможность болса давай менің қызымды әнге шығарайық, шанс болса егер, конечно. Қызы әрине ешқандай ауруы жоқ, ауытқуы жоқ, тек әкесінде ғана бар да ондай. Сөйтсе айтып берген мужик концертті ұйымдастырып жүрген біреу екен. Алады да қызын: сен ұттың, жүр ән айт дейді ғой. Екеуіне бейджик беріп қояды да, күдік алшақтай бастайды. Оған қуанады да Купер. Не істейді енді бас концерттің артқы есігімен шығам, болды, дело в шляпе деп тұрған кезде сол жердегі жұмысшылар оған да айтады ғой: Купер, сен де тексерістен өту керексің деп. Онда да сталмайтын бір пәле болып шығады ғой бұл. Алады да гримеркаға кіреді да айтады: қарға, егер сен бізді өзіңмен бірге алып шықпайтын болсаң, мына адам қиналып өледі дейді ғой. Әрине адам өлгенін қаламайды, өзімен бірге қарға екеуін алып кетеді ғой. Тағы да гениальный идея: давай мен сенің үйіңе қонаққа барайын дейді ғой. Семьясы оны құшақ жайып күтіп алады. Қарғаға айтады: тыныш отыр, артық кетсең сразу өледі дейді ғой. Каким-то образом телефонын тартып алады да туалетке құрбанмен сөйлесе бастайды ғой. Алады да эфирге шығып батл ойнайын дейді. Жарайды, ақпараттың барлығын эфир арқылы айтып береді. Ақыры туалеттің есігін ашады да кіреді да, әкел телефонды қайтар. Қарға қайтарып береді. Сөйтсе Купердің ОКР бар екен. Бүкіл фильм барысында жоқ, осы моментте пайда болады. Қыз барынша манипуляция жасай бастайды: мен сені өлтірмеу керексің, тыныш отыр деген сияқты. Бірақ оған ешқалай әсер етпейді, тек алдынан шыққан отбасы ғана әсер етеді. Бәрін жібере салады, үйді әскерилер қоршап алады. Бұндай сәтте не істеу керек? Әрине үй жинау керек қой. Ұят болады да енді. Толыққанды қоршап алған, сырты, асты, үсті полный. Шерлок Холмс кемпір әйтеуір стадым-ау деп тұрған моментте киімін ауыстырып қыздың жүргізушісі болып шығады ғой. Наручник кигізіп машинада қамап қойды. Выходы бар болып шыққан ғой. Былай қарап тұрсаң көрінбейтін адам болсаң да ұсталып қалатын жерден каким-то образом қашып кеткен ғой. Адам көп жермен өтіп қалады да, сол кезде терезені ашады қарға. Барлығы оны қоршап алғандықтан қыз босап шығады. Енді осы жерде точно сталды деп ойлайды. Әскерилер кішкентай көлікті қоршап алады. Сөйтсе одан да шығып кеткен ғой, қарап тұрады и өз жайымен кетіп қалады. Бір болса әйеліне айтады: бала шағаң бәрі сестраң үйінде, сен де сол жаққа барсай, үйіңді бақылап отырамыз дейді да. Бірақ сонда да күйеуі үйіне кіріп алған ғой. Қарғаны болса ұмытып кетеді, өз жайымен кетеді ол. Сөйтсе бұндай ловушканың барлығын ұйымдастырған әйелі болып шығады. Бұрыннан күдіктеніп жүрген үстіндегі иісінен. Сөйтеді ол үстіндегі киімін шешіп тастайды. Әйелі артынан аңдыған екен. Сол үйде ол билеттерді тауып алады да әскерилерге барлығын айтып берген ғой концерт туралы. Осы үшін жауап бересің, точно біттің деп келе жатқан кезде давай торт жесей деп оған торт ұсынады ғой. Әйел тортты керемет жасай ма, әлде торттан отказ бере ма, білмеймін, келіседі ғой. Ойланбайды да оның ішінде бір нәрсе болуы мүмкін деген сияқты. И бар болып шығады да галлюцинация басталады. Өзінің марқұм мамасын көре бастайды. Полицейскийлер қоршап тоқпен атады, сонда да әсер етпейді оған. Байқұс біреудің көзін шұқып өлтіре жаздайды. Ақыр соңында Шерлок кемпір келеді да тоқтатады ғой. Моментально тәтті ұйқыға кетеді, тұрғызып алады, сосын тұрады да оны жүр қамаймыз деп алып кетіп баратқан кезде велосипед құлап қалған, соны тұрғызайын дейді ғой. Бәрі қарап тұрады да, соған ештеңе етпейді. Сөйтсе ол дөңгелектегі спицаны алып алған ғой, бәрінің көзі соқырда көрмейді. Қолындағы наручниктерді шешеді да машинадан смело түсіп
түсініп өз жайымен кетеді. Білмеймін қаншалықты соқыр болу керек ондай нәрсені көрмей қалу үшін. Өз кезегінде мына қап-қарашқа жаңалықтардан көреді, таңғалып отырады, қалай тірі қалғанмын, енді аузымды жауып тыныш жүрем деген уәде береді өзіне.